Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бұл қарапайым математика және сіздермен бірге Мейірбек Жоламан. Бүгін біз номері 21-ші сабағымызды бастаймыз. Разрядтан 2 рет аттап өту арқылы жазбаша көбейту және бөлу алгоритмі бекіту. Ұлы жазушылар, сен жазбаша көбейту және бөлу алгоритмдерін қолданатын боласың. Көп балалар Александр Сергеевич Пушкиннің ертегілерін оқып өсті. Ұлы орыс ақынын есте қалдыру мақсатында Қазақстанның көптеген қалаларында ескерткіштер орнатылған. Бірінші есеп. Есептеуді орында. Сонда сен біздің елімізде ақынға орнатылған ескерткіштердің жалпы санын білетін боласың. 980 азайтылған 25 көбейтілген 6 қосылған 648 бөлінген 8. 25 6-ға көбейтеміз. 5 6 30, 0-ін жазамыз 3-і ойда. 2 6 12, 3 қосқанда 15. 5-ін жазамыз 1-і ойда. 1 6 6, 1 қосқанда 7. 750 шығады. 648 бөлінген 8. 6-ны 8-ге бөле алмаймыз, сондықтан 64 аламыз. 64 8-ге бөлгенде 8-ден береміз. 8 8 64. 8 жазып қоямыз. 8 8-ге бөлгенде 1 болады. 1 8 8 азайтқанда 0, жауабы 81. Енді біздер 980-нен 750-ді азайтамыз. 0-ден 0 алғанда 0 шығады. 8-ден 5 алғанда 3 болады. 9-дан 7 алғанда 2 шығады. Жауабы 230. 230-ға 81-ді қосамыз. 0-ге 1 қосқанда 1 шығады. 3-ке 8 қосқанда 11 болады. 1-ін жазамыз, 1-і ойда. 1-ге 2 қосқанда 3, жауабы 311. Екінші есеп. Амалдардың орындау тәртібін анықта. Өрнектерді баған түрінде жаз және есепте. 285 көбейтілген 3 азайтылған 408 қосылған 254 бөлінген 2. 285-ті 3-ке көбейтеміз. 5 3 15, 5-ін жазамыз, 1-і ойда. 8 3 24, оған 1 қосқанда 25. 5-ін жазамыз, 2 ойда. 2 3 6, 2 қосқанда 8. Жауабы 855. Келесі. 254 бөлінген 2. 2-ні 2-ке бөлгенде 1 болады. 1 2 2. 5-те 2-ке бөлгенде 2 болады. 2 2 4. 5-тен 4 алғанда 1 шығады, 4 жазамыз. 14-те 2-ке бөлгенде 7 болады. 7 2 14. Азайтқанда 0, жауабы 27. 855 азайтылған 408. 5-тен 8 азайтылмаймыз, сондықтан 5 ондықтан көмек сұраймыз. Ол бізге 1 ондықты көмек береді. 1 ондық 10 бірлікке тең. 10-ға 5 қосқанда 15, 15-тен 8 алғанда 7 шығады. 4-тен 0 алғанда 4 шығады, 8-ден 4 алғанда 4 шығады. Жауабы 447. 447-ге 127-ні қосамыз. 7-ге 7 қосқанда 14 болады. 4-ін жазамыз, 1-і ойда. 1-ге 4 қосқанда 5, оған 2 қосқанда 7. 4-ке 1 қосқанда 5, жауабы 574. 159 көбейтілген 5 азайтылған 241 көбейтілген 3 қосылған 37 көбейтілген 9. 159-ды 5-ке көбейтеміз. 9 5-ін 45, 5-ін жазамыз, 4-і ойда. 5 5-ін 25, 4 қосқанда 29. 9-ын жазамыз, 2 ойда. 1 5-ін 5, оған 2 қосқанда 7, жауабы 195. 241-ді 3-ке көбейтеміз. 1 3 3, 4 3 12, 2-сін жазамыз, 1-і ойда. 2 3 6, 1 қосқанда 7, жауабы 723. 37 көбейтілген 9. 7 9 63. 3-ін жазамыз, 6 ойда. 9 3 27, 6 қосқанда 33, жауабы 333. 795-тен 723-ті азайтамыз. 5-ін алғанда 2 болады, 9-дан 2 алғанда 7 болады, жауабы 72. 333 қосқан 72. 3-ке 2 қосқанда 5 болады. 3-ке 7 қосқанда 10 болады. 0-ін жазамыз, 1-і ойда. 1-ге 3 қосқанда 4, жауабы 405. 800 азайтылған 294 бөлінген 3 қосылған 196 бөлінген 7. 294 бөлінген 3. 2-ні 3-ке бөле алмаймыз, сондықтан 29 аламыз. 29-ды 3-ке бөлгенде 9-дан береміз. 9 3 27. Азайтқанда 2, 4 жазып қоямыз. 24-ті 3-ке бөлгенде 8-ден береміз. 8 3 24, азайтқанда 0, жауабы 98. 196 бөлінген 7. 1-ді 7-ге бөле алмаймыз, сондықтан 19 аламыз. 19-ды 7-ге бөлгенде 2-ден береміз. 2 7 14. Азайтқанда 5 шығады, 6-ны жазып қоямыз. 56-ны 7-ге бөлгенде 8 болады. 8 7 56. Азайтқанда 0, жауабы 28. 800 азайтылған 98. 0-ден 8 азайтылмаймыз, сондықтан 800-ді көмек сұраймыз. Ол бізге 100-лікті көмек береді. 100-лік 9 ондыққа 10 бірлікке тең. 10-нан 8 алғанда 2 шығады, 9-дан 9 алғанда 0 шығады. 7-ні жазып қоямыз, жауабы 702. 702 қосқан 28. 2-ге 8 қосқанда 10 болады. 0-ін жазамыз, 1-і ойда. 1-ге 2 қосқанда 3 болады. 7-ні жазып қоямыз, жауабы 730. 325 көбейтілген 3 азайтылған 324 бөлінген 9 көбейтілген 6. 325-ті 3-ке көбейтеміз. 5 3 15, 5-ін жазамыз, 1-і ойда. 2 3 6, 1 қосқанда 7. 3 9, жауабы 975. 324 бөлінген 9. 3-ті 9-ға бөле алмаймыз, сондықтан 32-ні аламыз. 32-ні 9-ға бөлгенде 3-тен береміз. 9 3 27. Азайтқанда 5 шығады, 4 жазып қоямыз. 54-ті 9-ға бөлгенде 6-тан береміз. 6 9 54, азайтқанда 0, жауабы 36. 36 көбейтілген 6. 6 6 36, 6-сын жазамыз, 3-і ойда. 3 6 18, 3 қосқанда 21, 216 шығады. 975 азайтылған 216. 5-ін 6-ын азайтылмаймыз. 7 ондықтан көмек сұраймыз, ол бізге 1 ондықты көмек береді. 1 ондық 10 бірлікке тең. 10-ға 5 қосқанда 15, одан 6 алғанда 9 шығады. 6-тан 1 алғанда 5 шығады, 9-дан 2 алғанда 7 шығады. Жауабы 759. Үшінші есеп. Теңдеулерді шеш.
398 қосылған x тең болады 69 көбейтілген 8. 69-ды 8-ге өткенде 552 шығады. X-ті табу үшін 552-ден 398 азайтамыз. Ол бізде 154 шығады. Тексереміз. X-ның орнына 154-ті қоямыз. 398-ге 154-ті қосқанда 552 шығады. 69-ды 8-ге өткенде 552 шығады. 7 көбейтілген x тең болады 245 бөлінген 5. 245-ті 5-ке бөлгенде 49 болады. X табу үшін 49-ды 7-ге бөлеміз. Ол бізде 7-ге тең болады. X орнына 7 қоямыз. 7 7 49, 245-ті 5-ке бөлгенде 49 шығады. Төртінші есеп. Есептерді шығар. А нұсқасы. Александр Сергеевич Пушкиннің музейіне бару үшін әрқайсысында 25 студенттен 4 топ және әрқайсысында 25 оқушыдан 3 топ жолға шықты. Барлығы қанша адам жолға шықты? 4 топ 25 студенттен, 3 топ 25 оқушыдан. Барлығы қанша адам? Шешуі. 25-ті 4-ке көбейтеміз 100 болады, 25-ті 3-ке көбейтеміз 75 болады. Қосқанда 175 шығады. Жауабы барлығы 175 адам жолға шықты. А нұсқасы. Саяхат кезінде 500 фотосурет түсірілді. Олар 36 фотосуреттен 3 фотоальбомға орналастырылды. Альбомға орналастырылмаған неше фотосурет қалды? Түсірілді 500 фотосурет, орналастырылды 36 суреттен 3 фотоальбомға қалды қанша фотосурет? 36-ны 3-ке көбейтеміз 108 болады. 500-ден 108 азайтқанда 392 шығады. Жауабы альбомға орналастырылмаған 392 фотосурет қалды. Бесінші есеп. Амалдарын орындалу ретін анықтап, оларды есепте. 876 бөлінген 2 азайтылған 672 бөлінген 4 қосылған 1000 азайтылған 703. 1000-нан 703-ті азайтамыз, 0-ден 3-ті азайтылмаймыз, 1 мыңдықтан көмек сұраймыз. Ол бізге 1 мыңдықты көмек кереді. 1 мыңдық 900-ке 9 ондыққа 10 бірлікке тең. 10-нан 3 алғанда 7 шығады, 9-дан 0 алғанда 9 шығады, 9-дан 7 алғанда 2 шығады. 297 болады. 876-ны 2-ке бөлеміз. 8-ді 2-ке бөлгенде 4-тен береміз. 2 4-ні 8. 7-ні 2-ке бөлгенде 3 болады. 3 2 6. 7-тен 6 алғанда 1 шығады, 6-ны жазып қоямыз. 16-ны 2-ке бөлгенде 8 болады. 8 2 16. Азайтқанда 0, жауабы 438. 672 бөлінген 4. 6-ны 4-ке бөлгенде 1-ден береміз. 1 4-ні 4. 6-ны 4 алғанда 2 шығады, 7-ні жазып қоямыз. 27-ні 4-ке бөлгенде 6-тан береміз. 6 4-ні 24. Азайтқанда 3, 2-ні жазып қоямыз. 32-ні 4-ке бөлгенде 8 болады. 8 4-ні 32. Азайтқанда 0, жауабы 168. 438 азайтылған 168. 8-ден 8 алғанда 0 шығады. 3-тен 6-ны азайтылмаймыз. 4 жүздіктен көмек сұраймыз. Ол бізге 1 жүздікті көмек береді. 1 жүздік 10 ондыққа тең. 10-ға 3 қосқанда 13, одан 6 алғанда 7 шығады. 3-тен 1 алғанда 2 шығады. Жауабы 270. 270 қосылған 297. 0-ге 7 қосқанда 7 болады. 7-ге 9 қосқанда 16 болады. 6-сын жазамыз, 1-і ойда. 1-ге 2 қосқанда 3, 3-ге 2 қосқанда 5. Жауабы 567. 315 көбейтілген 3 азайтылған 179 көбейтілген 4 азайтылған 65 қосылған 768. 315-ті 3-ке көбейтеміз. 5 3 15, 5-ін жазамыз, 1-і ойда. 1 3 3, 1 қосқанда 4. 3 9, жауабы 945. 179-ды 4-ке көбейтеміз. 9 4 36, 6-сын жазамыз, 3-і ойда. 7 4 28, 3 қосқанда 31. 1-ін жазамыз, 3-і ойда. 1 4 4, 3 қосқанда 7. Жауабы 716. 945 азайтылған 716. 5-тен 6-ны азайтылмаймыз, 4 ондықтан көмек сұраймыз. Ол бізге 1 ондықты көмек кереді, 1 ондық 10 бірлікке тең. 10-ға 5 қосқанда 15, одан 6 алғанда 9 шығады, 3-тен 1 алғанда 2 шығады, 9-дан 7 алғанда 2 шығады. Жауабы 229. 229-дан 65 азайтамыз. 9-дан 5 алғанда 4 болады. 2-ден 6-ны азайтылмаймыз, 2 жүздіктен көмек сұраймыз. Ол бізге 1 жүздікті көмек кереді, 1 жүздік 10 ондыққа тең. 12-ден 6 алғанда 6 шығады, 1-ді жазып қоямыз, жауабы 164. 164 қосылған 168. 4-ке 8 қосқанда 12 болады. 2-сін жазамыз, 1-і ойда. 1-ге 6 қосқанда 7, 7-ге 6 қосқанда 13. 3-ін жазамыз, 1-і ойда. 1-ге 1 қосқанда 2, оған 7 қосқанда 9. Жауабы 932. 6-шы есеп. Сурет бойынша шешуі төмендегі өрнектерге сәйкес келетін есептер құрастыр. Мысалы, А нұсқасы, қараңыздар. 198 қосылған 135. Бірінші кітап 198 теңге, екінші кітап 135 теңге. Барлығы қанша теңге жұмсалды? Екеуін қосқан кезде 333 шығады. Жауабы барлығы 333 теңге жұмсалды. А нұсқасы 198 қосылған 135 көбейтілген 3. Бірінші кітап 198 теңгеден 3 дана, екінші кітап 135 теңгеден 3 дана. Барлығы қанша теңге жұмсалды? Оларды бір-біріне қосамыз, 3-ке көбейтеміз. Қосқан кезде 333 болады, оны 3-ке көбейткенде 999 болады. Жауабы барлығы 999 теңге жұмсалды. Б нұсқасы 198 азайтылған 135. Бірінші кітап 198 теңге, екінші кітап 135 теңге. Қанша теңге кем жұмсалды? Оларды азайтқанда 63 шығады. Жауабы екінші кітапқа бірінші кітапқа қарағанда 63 теңге кем жұмсалды. В нұсқасы 135 көбейтілген 2.
Мысалы, бір кітаптың бағасы 135 теңге. Егер біздер 2 кітап алатын болсақ, қанша теңге төлейміз? 135-те 2 өткенде 270 болды. Жауабы 270 теңге жұмсалды. Г нұсқасы 198 көбейтілген 5. Бағасы 198 теңге, саны 5 саны, құны қанша? 198-ді 5-ке көбейтеміз. 990 болды. Жауабы кітаптардың құны 990 теңге болды. Д нұсқасы 198 көбейтілген 3 қосылған 135 көбейтілген 2. Бірінші кітап 198 теңгеден 3 дана, екінші кітап 135 теңгеден 2 дана. Барлығы қанша теңге жұмсалды? 198-ді 3-ке көбейтеміз. 594 болады. 135-ті 2-ке көбейтеміз. 270 болады. Қосқанда 864 шығады. Жауабы барлығы 864 теңге болды. Жетінші есеп. Есеп бойынша өрнектер жаз және олардың мәнін тап. А нұсқасы 2 қорапқа 46 ойыншық салынды. 3 қорапқа дәл осындай қанша ойыншық салуға болады? 2 қорапқа 46 ойыншық, 3 қорапқа қанша ойыншық? 46-ны 2-ке бөлеміз, 23-ке тең болады. 23-ті 3-ке бөлгенде 69 болады. Жауабы 3 қорапқа дәл осындай 69 ойыншық салуға болады. А нұсқасы 2 жіпке 245 моншақ өткізілді. Қорапта әлі 166 моншақ бар. Қорапта барлығы қанша моншақ болған? Өткізілді 2 жіпке 245 моншақ, қалды 166 моншақ. Барлығы қанша? Шешуі. 245-ке 166-ны қосамыз, 411 болады. Жауабы қорапта барлығы 411 моншақ болған. Б нұсқасы. Орамда 32 метр мата бар. Оның 8-ден 1 бөлігі қиып алынды. Орамда қанша метр мата қалды? Барлығы 32 метр, қиып алынды қанша? 8-ден 1 бөлігі қалды қанша метр? Шешуі. 38-ні 8-ге бөлеміз. 4 болады. 32-ден 4 алғанда 28 шығады. Жауабы орамда 28 метр мата қалды. 8-ші есеп. Көп бұрыштардың қабырғаларының ұзындығын өлшеп, олардың периметрлерін тап. Мысалы, А-ның ұзындығы 4 см, А-ның ұзындығы 2 см, С-ды 2 см, В-ды 2 см. Периметрін табу үшін бәрін қосамыз. Бәрін қосқан кезде бізде 10 шығады. Жауабы фигураның периметрі 10 см. Келесі А нұсқасы жасыл фигураның ауданын табайық. Мысалы, қараңыздар, EF-тің ұзындығы 2 см, FG 2 см, GI 2 см, IH 2 см, LH 2 см және EL 2 см. Периметрін табу үшін бәрін қосамыз, қосқан кезде 12 см шығады. Жауабы фигураның периметрі 12 см. 9-шы есеп. 3 дос үстел үстінде жатқан фломастерлерді қалай бөлісетіндіктерін ақылдасты. Арман, егер әрқайсымыз 6 фломастерден алатын болсақ, онда 2-еуі артық қалады. Ал 7 фломастерден алатын болсақ, онда 1-еуі жетпей қалады деді. Үстел үстінде қанша фломастер болған? Әрқайсысы 6 фломастерден алады дейді. Бізде 3 дос бар. Онда 6-ны 3-ке көбейтеміз. Және бізде 2-еуі артық қалады дейді. Сондықтан 2-ні қосамыз, 6, 3, 18, оған 2 қосқанда 20 шығады. Келесі, 3 дос 7 фломастерден алады, 1-еуі жетпей қалатын болса азайтамыз. 3, 7, 21, 1 азайтқанда 20 шығады. Жауабы үстел үстінде 20 фломастер болған. Осымен құрметті оқушылар, біздер бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Сіздермен бірге болған Мейірбек Жоламан. Келесі сабақта кездескенше.